Жолаушының жолақысы. Бірде Ұлықпан хакім жолда бір аттылы кісіге кез болады. Екеуі әңгімелесіп, бір ауылдың шетіне ілінеді. Күн кешкіріп қалған кез екен. Ауыл іргесінде бір топ бала ойнап жүреді. Бір кезде олардың ішіндегі ересектеу біреуі жастауын байқамай ұрып өлтіріп қояды. Өлген баланың шешесі қарғанып, «Ойбай, көк түйнек, жалғызымның түбіне жеттің-ау» деп еңіреп, әлгі баланы желкесінен келсаппен түйіп қалады. Соққы қара құсқа тиіп, бала сол мезетте жан тапсырады. Оны көріп, екінші баланың әкесі жетіп келеді. Ақылын ашу-ыза билеп, әйелді сойылмен соғып мерт қылады. Осылайша бие сауым уақыттың ішінде 4-5 адам қаза тапты. Мына оқиғадан Ұлықпанның жаны түршікті. Бұрылып серігіне қараса, ол селт етпестен көз алмай қарап тұр екен. «Ау, ағатай, жазықсыз жандар шыбындай қырылды ғой, бұл не сұмдық, барып ажыратпаймыз ба?» деп атын тебіне бергенде, әлгі кісі қолынан ұстап, «Үндемей тыныш тұр, мұның бәрін жасап жатқан мен» дейді. Ұлықпан оның Әзірейіл періште екенін сол кезде бір-ақ білді. Бұлай шыға бере, «Уа, Әзірейіл, әп-сәтте бірнеше адамды бақиға аттандырдық. Менің қанша жыл ғұмырым қалды, айта аласың ба?» деп сұрайды. Үйленіп, некеңді қидырған күннің ертеңіне өмірің үзіледі. Ажалды шымылдықта күтіп алуға қамдана бер деп атын қамшылап кетіп қалады. Ұлықпан әлі үйленбеген бозбала жігіт екен. Сол күннен бастап Ұлықпанның ішкені ірің, жегені желім болады. Уайымнан жағы суалып, жүзі қуарып, жүдеп кетеді. Ауыл-ауылдар алап, үйленген күннің ертеңіне өлетін адамға кім тұрмысқа шығады деп сұрайды екен. Мұны естіген қызы бар адамдар, «Мына неменің есі дұрыс емес шығар, үйленбей жатып көктей солатын жігітке кім қызын береді?» деп сөгеді екен. Бір күні ажалға да айла табатын ақылды бір қыз Ұлықпанға тұрмысқа шығуға келісім береді. Екеуі отау құрып шаңырақ көтереді. Неке түні келіншегі, «Ертең періште жаныңды алуға келгенде, сен оған, екеуміз сапарлас болып едік, жолаушының жолақысы деген бар, сол ақымды қайтар де. Сонда ол, тілегіңді айт дер, сен Құдайдан 1000 жыл ғұмыр алып бер деп қолқа сал» дейді. Таң атпай Әзірейіл де келіп жетіп, «Ұлықпан, дәм тұзың таусылды, кеудеңдегі жан аманатты тапсыр» дейді. Ұлықпан, «Әй Әзірейіл, екеуміз сапарлас болып едік, менің жолаушылық ақымды бер» дейді. Әзірейіл, «Уақытың тым аз, тез айт» дейді. «Маған Тәңірден 1000 жыл ғұмыр сұрап алып бер, әйтпесе жол ақымды ақиретте сұрап жағаңа жабысамын» дейді. Әзірейіл мына сөзді естігенде сілейіп тұрып қалады. Сосын Алладан, «Уа жасаған, Ұлықпан менен жолаушылық ақымды бер» дейді. «Ақысына 1000 жыл ғұмыр тілейді, не істейін?» дейді. Пендемнің өлетін күнін айтпауың керек еді. Ол қайғырып уайымға салынды. Оның жол ақысын талап етіп қолқа салуы орынды. Әділдік заңы бойынша оның ақысын толтырып беруге міндеттіміз. Мен жомарт Құдаймын, сұраған 1000 жыл ғұмырын бердім» дейді Хақ Тағала. Ақылды әйелінің арқасында Ұлықпан 1000 жасаған екен. Қапияда қатын ақыл табады деген сөз осыдан қалған екен. Содан бері ел арасында жолаушы ақысы, дос ақысы деген сынды салттар пайда болыпты. Ұлықпанның екінші бір аңызында хакім бір жас баламен сапарлас болады. Жас жігіт салған жерден, «Ақсақал, жолымыз бір сияқты, әңгіме айтыңыз, жол қысқарсын» дейді. Ұлықпан, «1000-ның түсін білгенше бірдің атын біл» дейді де үн-түнсіз жүре береді. Сөз астарын ұқпаған бала қайтадан қолқалап, «Ақсақал, көпті көргенсіз, ақыл айтыңыз» дейді. Ұлықпан хакім бұрылмастан, «Балам, отырған орныңды сақта» дейді. Бала бұл сөздің де мәнісін аңғармады.
Ата, болмаса білгеніңізді айтыңыз, біз де біле жүрейік дейді. Ұлықпан: балам, асылыңды сақта дейді. Бала ішінен мынау бір қырсық шал екен деп ойлайды. Осылайша екеуі бір ауылдың шетіне ілігеді. Ұлықпан: балам, мына ауылдан құман сұрап әкелші, дәрет алайын деп баланы жұмсайды. Бала ауылдан құман сұрап барса, олар: құман сұратқан кісінің есімі кім дейді. Бала: атын білмеймін дейді. Ауыл жұрты: құман сұратқан молданың атын білмейтін қандай кешесің? Сапарда қарияның атын сұрамай насыбай сұрадың ба деп ұрсып жібереді. Бала қайтып келіп ақсақалдың атын сұрайды. Қария: Ұлықпан хәкім деген кісі сұрап жатыр дейді. Ұлықпанның атын естігенде ауыл ақсақалдары оның алдынан шығып қарсы алады. Қой сойып қонақ қылады. Ұлықпанға сәлем беретін кісілер көбейген сайын қасындағы серігі үлкендерге орын беріп есікке ығыса береді. Ұлықпан мұны әдейі байқамаған болып отыра береді. Серігі босағада отырған сол ауылдың балаларымен табақтас болады. Ет турап отырғанда бір бала оның кездігін сұрап алып қайтармайды. Ұлықпан хәкім мұны да байқамаған сыңай танытады. Қонақтар тарқаған соң серігі Ұлықпанға: ата, кездігімді бір бала алып бермей кетті, алып бересіз бе дейді. Ертесіне аттанарда Ұлықпан қасындағы жас баланы көрсетіп: мына бала немере інімнен қалған жалғыз тұяқ. Осыдан 1 жыл бұрын інім сапарға кеткеннен оралмады. Іздеп мәйітін таптық. Жон арқасында бір кездік қадалып тұрды. Содан бері бұл кездіктің егесі табылар мекен деп ел аралап жүрген жайымыз бар. Кеше кездіктің егесі осы ауылдан табылды дейді. Ауыл ақсақалдары кездікті алған баланы шақыртып: кездікті не үшін алдың деп сұрағанда, еш нәрседен хабары жоқ, қаннен қаперсіз тұрған бала: бұл кездік менікі деп жауап береді. Бұл уәжді пайдаланған Ұлықпан: өз сөзі өзіне куә, інімді бұл баланың әкесі немесе ағасы өлтірген деп құн сұрайды. Алған бала: кездікті ойнап алып едім деп азар да безер болады. Ұлықпан құн даулап отырып алады. Ақсақалдар шарасы құрып: айып бізден, төрелігін өзің айт дейді. Ердің құны 100 жылқы, ары 1000 жылқы деген. 100 жылқы алғанмен інім тірілмес. Баласына ер тұрманмен ат мінгізіп шапан жабыңдар, осымен бітсейік деп төрелік айтады. Ел жұрт бітімге риза болып сұрағанын береді. Хәкім ауылдан ұзағасын жас жігітке: кездескен күні жөн сұраспадың. 1 көргенің біліс, 2 көргенің таныс, 3 көргенің туыс деген. Таныспай жатып әңгіме сұрадың. Мен саған 1000-ның түсін білгенше 1-дің атын біл дедім астарлап. Оны ұқпадың. Соның кесірінен 1 құманға 2 бардың. 2-ші мәрте әңгіме сұрағанда орныңды біл дедім. Сөз мәнісін білмей босағадан бір-ақ шықтың. 3-ші ретте асылыңды сақта дедім. Бозбалылар басынып кездігіңнен айырды. Соның кесірінен жалған дау шығарып өтірік құн сұрадым. Жолаушылық ақың үшін кездігіңді әперемін деп келеңсіз дауға киліктім. Бұдан былай сөзді ишарадан ұқ. Жақсыға ишара, жаманға не шара депті.